Рамадан айдың рахмат. Бұл айдың алғашқы 10 күні Алланың рахматы дейді. Қазір оның да тәфсірін айтайық. Не себептен Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл айды бөліп жатыр? Алғашқы 10 күні рахмат ай деп жатыр дейді. Алланың рахматына бөлінетін дейді. Ауалуху рахмат ва аусатуху магфират. Ортасы кешірім ай. Рамадан айдың орта 10 күні Алланың мағфираты болатын, Алланың кешірімі болатын күндер деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ахируху итқун минан нар. Соңғы 10 күнде Аллаһнан тұзақтан құтылу күндер дейді. Яғни соңғы 10 күнде Аллаһ Тағала мұсылмандарды тұзақтан азат қылатын ай дейді. Ман хаффафа ан мамлукихи ғафараллаху лаху ва атағаху минан нар. Кім қол астында жұмысшысына жұмысты жеңіл қылса дейді. Ол жұмысты қысқартса, жеңілдік берсе жұмысшыға, бастық бола ма, үйде бола ма, басқа жерде бола ма, қол астындағы жұмысшыларға жұмысты жеңіл қылса, он жеңіл жұмыс алса олардан дейді. Аллаһ Тағала ғафараллаху лаху ва атағаху минан нар. Аллаһ Тағала ол адамның күнәләрін кешіреді, тағы оны тұзақтан құтқарады дейді. Субханаллах. Қараңыз, жұмыста бола ма, қайда бола ма,